Маған керегі лауазым емес, қазақ халқының бірлігі мен жерінің тұтастығы. Ол арманыма жеттім. Елім, жерім орнында. Бұл ұлт үшін отқа түссе күймейтін, суға салса батпайтын, рухы мұғым тау тұлға Жұмабек Ахметұлы Тәшеновтің сөзі. Рас, ол өзі ойлаған ұлы арманына жетті. Өзі аңсап өткен елдің тұтастығы мен ұлттың бірлігіне кейінгі буын ұрпағы жетті. Баяғыда шетте ауып жүрген аз қазақтың хас тұлғасы Оспан Батыр қазақ үшін шайтанмен де тіл табысуға барам деген екен. Осындай өр рух иелері аз болмаған. Кешегі тұтас ұлтты уысында ұстамақ болған Кеңес империясының басшысына батыл қарсы тұрып, дәлелді уәжі мен тойтарыс бере білген Жұмабек Тәшеновтің талай ерлігі бүгінгі ұрпақтың санасына рухани азық болары сөзсіз. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов 1915 жылы Ақмола облысының Аршалы ауданы Танагүл ауылында дүниеге келген. Ақмола құрылыс техникумын бітірген соң қызметтік жолын аудандық атқару комитетінің хатшылығынан бастайды. Облыстық жер бөлімі бастығының орынбасарлығынан облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы, Қазақ ССР министрлер кеңесінің төрағалығына дейін үлкен лауазымды қызмет атқарады. Тәшенов осындай жауапкершілігі жоғары қызметте отырып, артына аңыз болып қаларлықтай қазаққа ізгі жақсылықтар жасап кетеді. Адам пендесінің кейде үлкен абырой мен биік мәнсапқа құл болып кететіні бар. Ондайды қазақ көзіне шел бітті деп сөгеді. Бұндай пендешілік қай заман, қай ғасыр болса да кездескен. Жұмабек Ахметұлы дәл осындай пиғылдан өзін аулақ ұстаған. Оның дәлелі тарихтың бетінде мәңгіге таңбаланып қалған үлкен ерліктері. Түлкі заманның талай бұлаңында жолдан таймаған, ұстанымға берік биік болмыс иесінің рухына қайран қаласыз. Тәшеновтың сансыз ерліктері көзсіз батырлық емес, әккі саясаткерге тән ұстаным екенін аңғару қиын емес. Қандай кездесуде болмасын, ойлы пікірі мен талайды тәнті еткен. Елдік мүддені қорғап қалу ол үшін ең басты мәселе болды. Көш бастаған азаматтың білгірлігі мен шешендігі, ойлылығы мен тереңдігі туралы да аңызға айналған талай ісі мәңгілік тарих болып қалған. Өмірі мен қызметтік жолы қым-қиғаш қайшылықтың ортасында өткен Тәшеновтың тағы бір айтулы еңбегі ұлт басылымын аман алып қалуы. Ұлтқа деген махаббаты қандай алынбас қамал болса да, соны бұзуға итермелеп тұратындай. Бүгінде Алматының талай тарихына куә болған Абай даңғылының қасиетті атын мәңгілікке өзгерместей етіп шегелеп тасталуы да Тәшеновтың ерлігі екенін біреу білсе, біреу білмейді. Ұлт әдебиетінің жаршысы болған қазақ әдебиетінің тағдыры қыл үстінде тұрғанда ақырып арыша түспесе не болар еді? Ат үстінде жүрген азаматтың отбасылық өмірін ұлт мүддесі алдында екінші орынға сырып қойса да, сәулелі ұрпақ өсіруге уақытын аямаған. Түн жарымында үйге оралып, бала шағасына саңлау уақыт тауып, ізгілік пен ұлт туралы әңгімесін айтып үлгерген. Алдында қыруар шаруа күтіп тұрса да, ұрпақ тәрбиесін биік бағалаған. Қашанда ақты ақ, қараны қара деп, дәлелді уәжбен өз ісіне сенімді болған Тәшенов, саясат әлемінде тазалығымен ғана талайды жасқаған. Шымкенттегі оқиғаға араласып, істің ақ екеніне көз жеткен соң, қаймықпай тексеру ісіне сенімді болуы да адалдығының бір жемісі еді. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов өмір сапарының соңғы жылдарын Шымкент қаласында өткізді. Қазақтың басына түскен талай қиямет қайым күндерде батылдығы мен ұлтты, отанды, жерді, елді қорғап қалған қайраткер ғұмырының соңын ғылымға арнады. Ол ешқашанда сырын, сынын жоғалтпай, арғымақ ғұмыр кешкен қазақтың асыл перзенті. Тарих оған қарыздар. Қазақ мәңгілік оны ардақ тұтуы керек.